Мешін жылы туылған адамдар, яғни маймыл жылы. Қандай адамдар олар? Мінездері өте ашық, әзілге жақындау, әзілдеп сөйлеген жақсы көретін ақ көңіл адамдар. Өте ақылды, қолынан келмейтін тірліктері жоқ, бірақ жауапкершіліктен қашады, жауапкершілікті мойындарына алғысы келмейді. Достары өте көп, мінездері ашық, өйткені қыдырғанды жақсы көреді, араласатын ортасының үлкен болғанын қалайды. Мінездерінде сәл қорқақтау мінездері бар, көбінесе проблемадан қашып жүреді, проблеманы шешудің орнына қашып жүретін адамдар. Яғни қиындықтан айналып өтіп кететін адамдар ғой. Содан болар кейбір уәделерін орындамайтын кездері болады. Ол үшін олар өздерін кінәлі сезінбейді. Өйткені кішкене наглость бар мінездерінде. Танымайтын адамдарға өте көкірек көрінеді, но на самом деле семьясында, жанұясында, үйінде деген сияқты жүректері өте ақ көңіл, мейірімді болады. Жүректері мейірімге толы адамдар. Мен бұл адамдарды ассорти адамдар деп айтам. Неге? Өйткені мінездерінде наглость та бар, хитрость та бар, көкіректік та бар, мейірімділік та бар и эгоизм да бар. Махаббатта бұлар оңайлықпен жақсы көруді білмейді, көбінесе жақсы көреді бұлар өзін жақсы көрген адамдарды. Яғни бұларды жақсы көріп, алақанда ұстап, бәрін істеп, жаңағыдегідей асты үстіне түсіп отырған адамдарды жақсы көреді. Көбінесе өзіне қатты ғашық адамдарға үйленіп жатады. Мешін жылы туылған адамдардың басына проблема келсе, вообще білдірмейді ғой, түк білдірмейді. Күліп жүре береді, как будто проблемалар жоқ адам сияқты. Соған қарап көп адамдар жеңілдеу ма мінезі деп ойлап қалады. На самом деле олар күлкінің арқасында өз проблемаларын жасыра білетін адамдар. Көрінгенге проблемасын айта бермейді. Жасырып, күліп, түк болмағандай, все хорошо, как будто оларда бәрі хорошо сияқты жүреді.